Сәлем достар, бүгін біз термомиксте ерекше әрі тез дайындалатын гусиный лапки печеньесін жасаймыз. Бұл рецепт өте қарапайым және де кез келген дастарханды сәндейді. Ал бастайық. Термомикс тостағына ұн, қопсытқыш, мұздатқыштан сары май, барлығын қосып, қақпағын жауып, 7 секунд 7-ші жылдамдықта араластырамыз. Содан кейін дайын болған қамырымызға сүзбе қосып, тағы да 25 секунд 5-ші жылдамдықта араластырамыз. Осы уақытта пешті қыздыра берсеңіз болады. Дайын қамырды үстел үстіне аздап ұн сеуіп жұқалап жайыңыз. Стакан немесе форма көмегімен қамырдан дөңгелектерді кесіңіз. Әр дөңгелекті 2-ге бүктеңіз. Соңында 3 бұрышты пішін жасап, шетінен сәл басыңызда қантқа батырыңыз. Дайын печеньелерді пісіру қағазы төселген табаға қойып, алдын ала қызып тұрған пешке 20-25 минутқа пісіріп алыңыз. Печенье піскеннен кейін сәл суытып қойыңыз. Ас болсын, гусиный лапки печеньесі сыртынан қытырлақ, ал ішінен жұмсақ болып шығады. Егер сізге бұл рецепт ұнаса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыз.